Уақытыңызды алмайын. Бізде бір өтініш бар, сізге бұйымтай. Осы жерде бірінші күннен бастап Түркістан облысының бірінші орынбасары Қосман Қаратаевич осы жерде жұмыс жасады. Сол кісі осы жерде жүріп ауырды, мен ол кісінің қасында болдым. Өзінің денсаулық жоқтығына қарамастан температура шығып жүрсе де осы жерде жүріп жұмыс жасады. Сол кісі дүниеден өтті. Сол осы жерде Мөлтек ауданынан сол кісінің атына бір көшені өзіңіз тапсырма беріп, бұл азаматты мен жақсы білуші едім. Нағыз азамат, нағыз мемлекетшіл тұлға. Сондықтан бұл ұсынысты мен қолдайын. Жақсы ұсыныс. Амандық болса, бір көшеге атын берсек жақсы болады. Осыдан бір жыл бұрын Түркістан облысының жұртшылығы, зиялы қауымы ауыр қазаға ұшырады. Саналы ғұмырын еліміздің көркеюіне, ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласының қалыптасуына және Түркістан облысының жандануына арнаған аптал азамат. Қазақстан Республикасының мемлекет қайраткері, облыс әкімінің бірінші орынбасары Айтмұханметов Қосман Қайыртайұлы 57 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Қосман Қайыртайұлы мемлекеттік қызметтің қай саласында болмасын, өзін іскер, ұйымдастырушы, талапшыл басшы ретінде көрсете білді. Біліктілігі мен жоғары жауапкершілігінің арқасында әрбір істің көзін таба білетін бастамашыл қасиеттермен бүгінгі қоғамның дамуына өзіндік еңбегін сіңірді. Түркістан облысының әлеуметтік экономикалық дамуына зор үлесін қосты. Облыс орталығы Түркістан қаласын өркендетуге жан тәнімен кіріскенін қалың бұқараның өзі әліге дейін айтып жүр. Сондай-ақ қару-жарақ қоймасының жарылысынан тоз-тозы шыққан Арыс қаласын қайта қалпына келтіруде де бұл кісінің еңбегі орасан. Оның ішінде Мақтаарал ауданында топан судан зардап шеккен елді мекендердің қайта бой түзеу бағытында да көшбасшылығымен көзге түсіп, ақтық демі біткенше мақтааралдықтармен бірге болып, сын сағатта азаматтық қайсарлық таныта білді. 2020 жылдың 1 мамыры Қазақстан халқының бірлігі мерекесі атап өтілген күн мақтааралдықтардың есінде ұзақ сақталады. Көктемнің алғашқы күндері бүкіл әлемдегі сияқты бұл ауданға да дүрбелең алып келді. Әлемді жайлаған коронавирус індеті шекара таңдасын ба? Мақтаарал ауданының да есігінен кіріп, төрінен бір-ақ шықты. Осы індетпен алысып жатқан алмағайып күндері көршілес Өзбекстан Республикасы Сырдария облысындағы Сардаба су қоймасының бөгеті бұзылып, тілсіз жау бейбіт өмір сүріп жатқан халықты дүрліктірді. Құдай қосқан көршілеріміздің су қоймасының төтеннен бұзылуы Мақтаарал ауданының Жеңіс, Жаңа Тұрмыс, Фердауси, Өргебас, Достық ауылдарын апатты жағдайға әкеліп соқтырды. От пен су тілсіз жау деп халық текке айтпаған. Алапат тасқын мақтааралдықтарды әп-сәтте әбігерге салды. Еліміз тәуелсіздік алғалы ағын судан жыл сайын тапшылық көретін. Мырзашөлді мұндай көп мөлшерде су басуы ауданның ғасырлық тарихында болмаған тосын жағдай еді. Көрші елден келген тасқын сайларды, коллекторларды суға толтырып, арынды ағыспен кіріп келді. Ұлы жеңістің 75 жылдығын тойлаймыз деп, жүрек жарды қуаныш үстінде отырған мақтааралдықтар осылай қос бірдей қиындықтың ортасында қалды. Жау жағадан алғанда бөрі етектен деген күн туды. Үйлер құлап, балалар жылап, қарттар көмек сұрап жатқанда тәж-тажал алқымнан алып тұрды. Осындай қарбалас кезеңде төтенше жағдайды ауыздықтау үшін облыс әкімінің бірінші орынбасары ретінде Қосман Қайыртайұлы Мақтаарал ауданынан табылып, облыстық төтенше жағдайды жою жөніндегі штабқа басшылық жасады. Күндіз-түні жұмыс жасап, төтенше жағдайдан туындаған
мәселелерді шешуге білек сыбана кірісті. Су тасқыны салдарынан жою жұмыстарын ұйымдастырып, тұрғындарды эвакуациялық пункттерге орналастыру, оларға әлеуметтік медициналық жағдай жасау, өтемақы төлеу, азық-түлік, киім-кешек үйлестіру секілді қат-қабат жұмыстарды дер кезінде ұйымдастыра білді. Жағдайға толық бақылау жасады. Апат салдарынан бұзылған, қираған үйлердің орнын тазарту, тұрғын үйлер салу жұмыстарының басы қасында жүрді. Мал-мүлік шығындарын есептеу кезінде де бақылауды босаңсытпады. Елді мекендерді қайта қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыруға да өлшеусіз үлес қосты. Дәл осы басшының іскерлігі, қайтпас қайсарлығы, шебер ұйымдастырушылығының арқасында төтенше жағдайдың салдарын толық жоюға негіз қаланды. Қосман Қайыртайұлы халыққа жаны ашитын, іскер, білімді, қабілетті азамат екенін танытты. Мақтаралдықтарға асқан адамгершілігімен де белгілі болды. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жұмыла еңбек еткенін қалың жұрт қазір де аңыз етіп айтып жүр. Саналы ғұмырын мемлекет ісіне арнаған азаматтың еселі еңбегі мақтаралдықтарға өшпес үлгі болып қала бермек. Халық ел деп етікпен су көшкен ерлерін ешқашан ұмытпақ емес. Дәл осы мақсатта су тасқынынан зардап шеккен Жеңіс, Жаңа Тұрмыс, Достық ауылдарының тұрғындары қоныстанған аудан орталығы Мырзакент кентінің Жаңа Мөлтек ауданындағы орталық көшеге Айтмұханметов Қосман Қайыртайұлының атын беру жөнінде Мақтарал ауданы әкімдігі тарапынан республикалық ономастикалық комиссиясына ұсыныс жолдады. Нәтижесінде комиссия оң шешім қабылдап, арда азаматтың атына көше берілді. Сонымен қатар, аптал азаматтың айбарлы ескерткіш бюсті дайындалып, Мөлтек ауданының қақ ортасында орналасқан жаңа саябақтың төріне орнатылды. Әрине, мемлекет қайраткерінің ескерткіш бюстіне қарап, бой түзеп, елімізде Қосмандай мемлекетшіл жастар көбейіп жатса, онда қазақ деген елдің көк байрағы мәңгілік тұғырдан түспейтініне сеніміміз мол. Елдің басына күн туғанда алдыңғы саптан көрінетін Қосман Қайыртайұлының жарқын бейнесі мақтаралдықтардың жадында мәңгілік сақтала бермек.